Екшектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Осыны көкейіне түйген 13 жасар шұғыла Исатай Төлөнерді жанына серік еткен. Алғашқы домбырасын қолына 5 жасында алған ол қазақтың киелі аспабын дәріптеумен келеді. Бүгінде жастарын терме орындап түрлі байқауларда топ жарып жүр. Ақжайық өнерлер ордасы. Небір талантты тұлғалармен, терең тарихымен, киелі мекенімен шартарапқа танылған. Қазірде өңірде өнерлер аз емес, солардың бірімен бірге танысып қайталық. Жастар мәдениет үйі талай таланттардың өнер өлкесіне қанат қағуына зор үлесін қосып келеді. Біздің де кейіпкеріміз дәл осы жерде таймауда. Қаршадай қыздың қатарластарынан өзгешелігі сол, күмбірлетіп күй шертіп халық әндерін орындайды. Қазірдің өзінде 13 жасар шұғыла Исатайдың репертуарында 30-ға жуық дәстүрлі ән бар. Ұлттық өнерді ұлықтап жүрген өнерпаз республикалық байқауларда топ жарып, талайды талантымен тамсандырып жүр. 5 жасымда ең алғашқы конкурсым номер 2 балалар саз мектебінде өткен. Адема Әділгерееваның жетекшілігімен өскен өнер атты конкурсқа қатысып, жүлделі 1-ші орынды иелендім. 5 жасымдағы эмоциям ол кездегі өте қуандым. Бір жағынан содан кейін термеге деген қызығушылығым ашылды. Содан кейін Ақкөгершін деген байқауға Астанаға ең алғаш рет бардып, жүлделі 3-ші орын алдық. Солай жалғасып келе жатыр. Жастарының ұлттық өнерге деген қызығушылығы 5 жасында оянған. Қазір жастар мәдениет үйінде құрылған дәстүрлі ән үйірмесіне қатысады. Ал үйірмеден соң үйіне асығады. Өйткені шұғыланың басты тыңдарманы отбасы. Мынау батыс жауһарларында қатысқан 2-ші орын. Мынау Қазақстан таланттарынікі. Және кубоктар бас жүлде, көбісі бас жүлдемен 1-ші орындығы. Қазақстан таланттарына тағы да кубок берген. Барлығы терме, вокал, мәнерлеп оқу барлығы да бар ішінде. Шұғыланың ата-анасы да өнерден құралақан емес. Өмірден ерте озған әкесі Мейрам тұла бойы тұңғышының тұлға болып қалыптасуына зор үлес қосып кеткен. Түрлі үйірмелерге қатар беріп, баланың икемін байқағанды абзал санаған. Ал анасы Бұлбұл болса 18 жыл бойы хореографиямен айналысады. Талантымен таныла бастаған қызына үнемі қолдау көрсетіп келеді. 5 жасынан бастап осы үйірмелердің барлығына қатар бердік. Содан келе жайлап басында барлық үйірмеге ынтасымен қатысып жүрді. Содан кейін мен биге де бармаймын, басқасына да бармаймын. Осы маған терме, дәстүрлі ән ұнайды, домбырамен ән айтқан ұнайды деп, өзінің қалауымен, өзінің таңдауымен барған болатын. Жаңағыдай барлық үйірмені қатар беру арқылы баланың өзінің бойындағы талантты осылай аңғарған болатынбыз. Анасының айтуынша, өнер қызының емін-еркін білім алу үшін ешқандай кедергі емес. Оқуда озат, мектептің мақтанышы. Тіпті бірде-бір концерт шұғыласыз өтпейді екен. Шыны керек, балаларымның барлығын еңбектенуге бағыттаймын. Себебі қазіргі таңдағы балалардың тәрбиесіне баланы көп бос қоюға болмайды. Өзіңіз білесіз, қазір телефонның заманы. Сондықтан бізде әр күніміз уже расписаниемен бағытталған. Таңертеңнен кешке дейін не нәрсемен айналысады, соған бағыттап қоямыз. Телефон қараудың да өзінің бір графигі болады, определенный уақыты. Сондықтан бәріне де үлгеруге болады.
Қаны қазақ, жаны қазақ адамның терме тыңдамауы мүмкін емес. Дәстүрлі ән өнерін насихаттап, домбыраны жанына серік еткен Шұғыланың кең диапазонды, ырғақты дауыспен салған әндері тыңдаушы жүрегін еріксіз елең еткізіп, жүрегінен жол табатынына сенім мол. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.